жоқ деп қалуыңыз мүмкін бе? Может быть. Неге может быть, неге жоқ емес? Бәрі мүмкін ол. Бәрі мүмкін. Сияқты бәрі мүмкін. Жұбын боласың ба деп емес, сразу бірден тұрмысқа шығасың ба деп айтса. Енді сіздер Ондай нәрседе как жоқсыздар ғой? Оны айтшы негізінде. Енді болашақ бәрібір ер азаматым ретінде көре алады дедім. Көргеннен кейін де қасында жүру. Демек қорықпай айта берсе болады. Сіз дайынсыз келін болуға. Конечно. Орамал табуға, шай құюға. Солай екен, құрметті оқырмандар. Мынау бір жаңалық болды. Шай құям, орамал тағам дейді. Дана, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Кеше қайда болдыңыз? Кеше с утра съемкада болдым. Түстен кейін универде болдым. Кешке мамамен киноға бардым. Мәссаған. Сөйтіп, мақсатпен кездеспедіңіз? Кездесе шақырмайды, мен өзім барып жабысам. Шақырмайды? Депше? Беріп жоқ қысап. Мақсаттың бұлға айткен екен. Мақсаттың өзі де болмады. Кездесіп мен потом эфирде айтам, иә? Мәссаған, құрметті оқырмандар, эфирде айтады. Көрдіңіздер маған ештеңе айтпайды. Қоямыз білмеймін. Көреміз ғой, бұйырса ортаға шыққанымызда күтіңіздер десең бәрін айтып беремін. Онда Нұрсұлтан мырзаның айтқаны келейін деп тұрған сияқты. Иә, сол кісінің айтқаны келейін деп тұр что-то. Енді екі рет кездессе болды деді ғой. Даже кездесуде болған жоқ, так что Бәрі де мүмкін дейді. Міндетті түрде көріңіздер. Қалай болатынын бәрін бірге білеміз. Мақсат, сізді түсінбедік. Мақсат деген жақсат. Білмеймін, сол жақсатың шықпай жатыр Мақсат. Неге? Неге? Себебі сіз кездесу жасамағансыз, кездесуге шақырмағансыз. Білмеймін, әлі кетемнің етегінде жүрмекенсіз. Оны кейін мен ортаға шыққанда айтып берем, сол кезде түсінесіздер. Түсінетіндей жағдай ма? Түсінуге болатындай? Түсінуге болатындай жағдай ғой, иә. Міндетті түрде эфир көріңіздер, эфирде көреміз енді түсінуге бола ма, жоқ па? Негізі кеше қайда болдыңыз? Кеше Шымкенттен бері қарай келе атып, қайтадан келе алмай қалдым. Келе алмай қалдыңыз, мәселелер шығып қалды. Бір-екі болып қалсын. Бүгін келдім енді эфирге. Осы мен жоқ кезде бір эфир қызық болады. Кеше сіз жоқ кезде мәссаған. Мен бар кезде болмайды ғой нәрсе. Әлде мен жоқтығымды күте ма бұлар деп ойлап қоямын. Еңлік, сіздің жобада жүргеніңізге 2 жыл. 2 жылда сіз, мен егер ұмытпасам, 2 жұпты қара қатынас болды. Бірақ неге 2 күннен болды? сол ғой. Сол ғой. Неге? Мен Қалай ойлайсыз? олар менің адам болмады ғой енді. Сол үшін сондай кішкене ертерек болған шығар. А если мен олармен бір 2 айлап, 3 айлап бір жұпты қара қатынаста болсам, мүмкін жұп болды деген, прям үйленуге дейін барды деген ат қалып қалатын беді деймін, да? Мүмкін сізге сол 2 айлап көру керек шығар, чтобы адамды тану үшін. Маған жоқ, отношениемде болған адамдар ұнаса, мен кішкене ұзақ уақыттай жүретін едім. Мүлде ұнаған жоқ, бірақ неге иә дедіңіз? 2 күннен кейін ойланып қалдыңыз. Сол 2 случайда да мен өзім айтқан болатынмын. Тек қана көңілін қалдырмау үшін еді. 2 случайда да айтқан болатынмын. Солай екен, достар.